сегодня подписана программа. Екі ел арасындағы 2013-2015 жылдар арасында жүретін мәдени гуманитарлық ірі жобаға қол қойылды. Бұл жоба Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайта түсетіні ақиқат. Бұл бастаманың бір дәлелі. Ташкент қаласының ортасында қазақтың ұлы ақыны, ойшылы Абай Құнанбаевтың ескерткішінің тұрғызылуы, атам заманнан бері екі ел бауырлас мемлекет болып келе жатқандығына ешкімнің шүбә келтірмейтіні ақиқат. Абай ескерткішінің ашылуы кездейсоқ оқиға емес. Ұлы ойшылдың кітабы менің кітап сөрелерімнің төрінен орын алады. Онан соң Нұрсұлтан Әбішұлымен әр кездесудің алдында ақын сөздеріне жүгінемін. 20 ғасырдың соңы мен 21 ғасырдың басында жер беті бұрын кездеспеген тосын қатерлерге тап болды. Халықаралық лаңкестік топтар төбе көрсетті. Азия мен Европада, Америка мен Африкада осындай қара пиғылдылардың қарақшылық әрекеттері жиі болып жатты. Бейбіт адамдар қаза тауып, тыныш тіршіліктің берекесі кетті. Осы тұста Нұрсұлтан Назарбаев аймақтық қауіпсіздіктің жаңа буындарын жасауға шақырды. Шекарасы ортақ республикалардың сыртқы қорғанысын қамтамасыз еткен ұжымдық қауіпсіздік шарты сырттан төнетін агрессияны ауыздықтауға қабілетті. Бұл ұжымдық қауіпсіздік шартына кірген мемлекеттердің әскери жаттығуларын Назарбаев бастаған президенттер жиі тамашалайды. Ал кешікпей әлемдік ықпалы бар Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылды. Оған бір жағында Қытай, екінші жағында Ресей сияқты әлеуеті зор мемлекеттердің мүше болуы аймақтық тыныштық пен алаңсыз дамуы үшін елеулі факторға айналды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы тез арада Солтүстік Атлантикалық қорғаныс одағы, Араб елдері лигасы сияқты әлемдік саясатқа ықпалы бар құрылымға айналды. Нұрсұлтан Әбішұлының Еуразиялық одақ құру ұсынысы жаңа бастамаларға жол ашты. Аталмыш ұйымның төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлымен бірге екі елдің бүкіл әлемдік сауда ұйымына мүше болуының барлық бағыттарын қарап шықты. Бұл бастама, менің ойымша, екі елдің интеграциялық процестерін дамыта түсетін бағдарлама. Сонау 1994 жылы Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті оқытушылармен кездесуінде Қазақстан Республикасының президенті алғаш Евразия одағын құру туралы идея тастаған. Ол, осы алып құрлықты мекендеген халықтардың мыңдаған жылдар бойғы рухани ізгілік бірлігіне және мәдени тарихи араласуына негізделіп айтылған ұсыныс еді. Евразиялық идеяның ерекшелігі қоғамдағы ашықтық пен байсалдылықта. Сырттан келетін жаңалықтар мен пайдалы істерді қабылдауға қабілеттілікте дейді мемлекет басшысы. Ғалымдар бұл ұсыныстың тарихи негізі және кемел келешегі бар екеніне сенеді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Евразиялық кеңістіктің басын қосып, соның негізінде экономикалық одақ құру бұл күн тәртібіндегі мәселе. Бұның тереңде жатқан негізі бар. Жалпы бұл философиялық саяси тұғырлама, мәдени, тарихи құндылықтардың негізінде қалыптасқан тұжырымдама. Өйткені осы Евразия құрлығында өмір сүрген елдердің тереңде жатқан тарихы бір, дәстүрі бір-біріменен тығыз байланыста болған және өзіндегі ұлттық құндылықтарды бір-біріне ықпал ете отырып қалыптастырған. Біртіндеп көптеген мемлекеттердің бірыңғай экономикалық кеңістік құруы, кейін кеден одағының дүниеге келуі Назарбаевтың ұсынысының өміршең екенін көрсетті. Осылайша Евразиялық экономикалық одақтың алғышарты қалыптаса бастады. Алыс-берісі ежелден қалыптасқан мемлекеттердің макроэкономикалық көрсеткіштерін үйлестіруге нормативтік құқықтық база жасау басталды. Соның нәтижесінде мемлекеттік қарыздар мөлшерін, инфляция деңгейін, жұмыссыздық көрсеткішін және
инфрақұрылымдық тарифтерді реттеуге мүмкіндік туады. Бұл аймақтағы мемлекеттер тұрғындарының өмір деңгейін арттыруға бағытталған қадам деп біледі Нұрсұлтан Назарбаев. Наша внешняя политика Біздің сыртқы саясатымыз геосаяси албырттықтан еш зардап шеккен жоқ. Сондықтан 21 ғасырда әлемдік экономика мен саясаттың аймақтану үдерісін ескере отырып, біз еуразиялық интеграцияны тереңдетеміз. Қазақстан, Беларусь пен Ресей ортақ экономикалық кеңістік құрды. Мұның экономикалық бірлестік екенін тағы да ескертемін. Біз еуразиялық экономикалық одақ құруға әрекет етеміз. Ол аймақтық тұрақтылықтың, біздің экономикамыздың бәсекеге қабілетін арттырудың, технологиялық ұшқырлыққа жетудің басты факторы. конкурентоспособности наших экономик, обеспечения их технологического прорыва.